Үндістан елінің ең бай азаматы Мукеш Амбани өзінің қарындасына қазақ күйеу жігіт іздейтінін мәлімдеді. Аталған кәсіпкер өзінің қарындасына үйленген қазақ жігітіне 20 миллион ақш долларын сыйға тартатынын айтады. Тілшіміз толығырақ. Қазіргі таңда Мукеш мырза өзіңіз айтқандай мәлімдеме жасап отыр. Негізі барлығы Бишарашки Винди киносының түсірілімінен басталған. Сол жерде Жанбай-Жанбаевты көрген, Еркебұлан Тоқтарды көрген. Алайда олардың басы бос еместігіне байланысты басқа күйеу іздеп отыр. Талаптары өте қиын. Қазақ жігіті болу керек, жасы 35-40 шамасы, атында кредит зайым болмау керек, авасына машинаның суретін қоймайтын, сосын компқа бармайтын жігіт болу керек делінген шартта. Енді өкінішке орай ондай жігіт таба алмай отырмыз. Ол жақта солардың фамилиясына өтесін дейді ғой, білмеймін ғой енді Амбани деген фамилиямен қалай жүретінімізді. Енді бізде де үміт бар, Кащей енемнің тістерін өткізіп, жаңа зайымдарын жаптым, атында зайым болмау керек дегесін. Бұл вақыт сияқты ғой енді. Біреулер стройкаға барады, біреу клубника теруге барады. Мен бай болуға барам да енді. Бала шаған асырау керек, үйде қатын, енем бәрі тіленіп отыр. Мен өтіп кетсе екен деп ше. Индияның темаларын жаймен деп үйреніп жатырмыз енді. Ертең 25 июньнан бастап барлық кинотеатрларда Бишарашки Винди деген кино басталады екен. Әсел Сағатова десе өлемін ғой мен енді. Сол киноға барып Индия туралы зерттеп Амбани болуға дайындалып жатырмыз енді ниеттеніп. Зарина Зетаева, Галина Гитаева, ПТК арнасы.